Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге аренда бойынша түсіндіремін. Субсидирование аренды дейді. Яғни квартира, үй жалдап тұратын болсаңыз, сіздің 50%-ын мемлекет субсидиялап береді. Бұл категорияларға кімдер кіреді? Көп балалы ана, әке, мүгедек баланы асыраушылар, мүгедектігі бар азаматтар мен азаматшалар, сонымен қатар жетім балалар осы мүмкіндікті пайдалана алады. Ол үшін сіз осы отбасы банк KZ порталына кіресіз, өзіңіздің ЭЦП кілтіңізбен. Мен кіріп отырмын, уже регистрация жасап қойғанмын. Бұл кісіге субсидирование аренды деген бөлікке өтемін. Бұл кісіде уже одобрениеміз бар. Біздің тек қана кепіл иесінің мәліметтерін толтырсақ болғаны. Бұл жерде қанша субсидия одобрение келгендігін көрсететін боламын сізге. 96.503 теңге мемлекеттен субсидия беріліп отыр. Яғни сіз кемі 80 квадрат метр үй жалдап тұратын болсаңыз, оның ақысын 193 мың деп бағаласаңыз, оның жартысын 96.503 теңге сізге 12 ай бойы, 1 жыл бойы мемлекет сізге төлеп отырады. Жаңағы мен жоғарыда атап өткен сол категорияларға, санаттарға кіретін болсаңыз, сіздер алу мүмкіндіктеріңіз бар. Бұдан да басқа пайдалы ақпараттармен бөліскім келеді сіздермен. Менің каналымнан ұдайы тегін көре аласыздар. Осы субсидия бойынша, аренда бойынша қатысатын азаматтар мен азаматшалардың атында, бірақ жеке атында үйлері болмау керек. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Осы субсидия аренды бойынша сізге көмек қажет болса, мен өзімнің жеке данныйларымды қалдыратын боламын. Сау болыңыздар.